Мен нөмір 4 Балжан Бөлтіркова атындағы мектеп-лицейінің бастауыш сынып мұғалімі педагог шебер Әбдірзақ Гүлзира Ғабитқызы. Сіздерге 2 сыныптың математика пәнінен ашық сабағымды ұсынғалы отырмын. Сабақтың тақырыбы шамалардың бірліктерін түрлендіру және мәндерін салыстыру. Сабақтың мақсаты шамалардың бірліктерін түрлендіруді және мәндерін салыстыруды үйренеді. Бірлік пен татулық ұйымшылдыққа, туған жерді сүюге тәрбиеленеді. Ұзақ 3 сағат ұшты. Жаздың ұзақтығы 3 ай. Бір аптада 7 күн бар. Ал, қанша бал береміз? 1 бал береміз. Дұрыс па екен? Не істейміз? 5, 4, 3, 2, болды, қоямыз ал. Ал енді қорғаймыз. Кім қорға қосып береді? Оралып. Алмасам. Жарайсың. Күндіз дейсем, қалай айтасың? Күндіз дейсем, қалай айтамыз? Қабда. 15 дейін. Не? Қап. Sebizдің массасы Грамм дейді. Килограмм. Дұрыстады, дұрыс па? Ары қарай екіншісін оқиық. бір қасық ұнның массасы 3 килограмм. Дұрыс па? Дұрыс. Дұрыс. Нағыз дұрыс демейсіңдер. Ары қарай. Жүзіктің массасы 4 грамм. Дұрыс. Ал жоғарыда. Сөмкенің массасы 2 килограмм. жарайсыңдар. Қалеке көшемен Орнымыздан тұрайық, құлашты кең ашайық, байырғы өлшем бірлігін аттарын біз айтайық. Қарыс, қарыс, сүйім, сүйім, бір тұтам, бір елі, 2 елі, 3 елі, шынашақ, бармақ, бәрін жаттап алайық. Құман мен қолға сұлуымшын болғандардың ыдыс, осы құман деп айтады екен. Ертегеде құман, бір құмандай деп айтады екен. Оның өлшемділігі 3, 4, 2. Шелек деп айтады екен. Шелек деген ертегеде ағаштан шелек болған екен. Қазір пластмассадағы 10-12 литрді бір шелек, 2 шелек деп қосып айтқан екен. Саба деген қымызды не істейтін? Ыдыс, істейтін, дұрыс айтасыздар. Оның өлшемділігі 100-150 болған екен. Сонда бір сабадай үйге деген қымыз әкелді деп айтқан екен. Ертегіде осындай өлшемділіктерді осылай атаған екен. Торсық 5-6 литр, 3 литр, 2 литрліктер торсықтар болған екен. Жақсы. Енді салмақ, масса өлшемділіктерін балалар қадақ деген екен. Қадақ дегеніміз 400 грамм білдіреді. Қадақ деген қаншадан білдіреді? 400. Пұт дегеніміз 16 килограмм. Кеше біз әзірліктірметтік қой. Бидайымыз, пұт бидай миллиардтар. Яғни ол қанша салмақ білдіреді екен пұт дегеніміз? 16 килограмм. Теңге салмақ, ол 4-5 грамм. Яғни кішкентай өлшемді, теңге, сырға, жүзіктерді өлшемді, кіші өлшемді осылай айтады. Енді ұзындық өлшемді қараңыздар. Қадам, 60-70 сантиметр. Орындарыңыздан тұрыңыздаршы. Жақсы. Қадамдарыңызды алдыра жасаңыздаршы. Міне, ол қанша сантиметрді білдіреді екен? 60-70. Отыра қойыңыздар. Құлаш. Қараңыздар балалар. Құлаш деген бәрі келіңдер. Міне, сенің мына қолыңның ұшымен, мына қолыңның ұшына дейін құлаш деп аталады. Ары қарай қарыс. Міне, мына бас бармағымен соңғы кішкентай бас бармағының арасын қарыс деп атайды.
салған